Армысың, асыл Бүгінгі қозғайтын мәселе өте ауыр, бірақ өте керекті. Қыз-келіншектер аяғы ауырып қалады. Жас қыздар әсіресе білместік болады, қан қызулықпен енді махаббаттың кәдімгі оты жалындаған. Болмаса аналарымыз, әпке, апайларымыз баланың саны көбейіп не істерін білмей, ауыртпашылық үйдің жаңағыдай отбасылық тауқымет алады да сондай шешім қабылдайды. Баланы болмаса түсік түсіреді, болмаса алдырып тастайды қолдан. Сондай өздері шешім қабылдайды. Өздері сондай кезде Құдайдың орнын басам деп, бірақ үлкен күнәға батады. Бүкіл әулет алдында ұрпағы 7 атасы түгілі алдындағы 7 үрім бұтағы ата тек төлқұжат алдында үлкен күнәға батады. Түсінем, жағдай өте қиын. Әке-шешеңізге айта алмайсыз, болмаса бағуға бір көмек жаңағыдай қаражат жетпейді деп. Бірақ ол бала бітті ғой. Ол бала туылу керек қой. Ол сіздің денеңізге, ол сіздің жаныңыздың бір бөлшегі ғой. Сіз оны жарық дүниеге әкелуге міндеттісіз. Жауапкершілікті алып, босанып, қолыңызға бауыр етіңізді алып, ол тағдырмен оның несібесі өзімен келеді. Баланы сол өсіріп, жарық дүниеге әкелуге міндеттіміз. Түсінем, мен де жалғыз бастанамын, мен де күйеусіз бөпе әкелдім. Тағдырдың тәлкегінде жүрмін, бірақ мен ондай күнәға өзім әулетім алдында, болашақ ұрпағымның алдында мен ондай күнәға батқым келген жоқ. Өйткені менің анам, менің апам, тағы апаларым, әжелерім күнәға батты. Солардың күнәсін, солардың қиыныш ауыртпашылығын мен мысалға төлеп, соны мойнымен көтеріп келе жатырмын. Неге? Өйткені олар баланы алдыртты, оның орнын жоқ тағын жоқ, әруағын тіктеген жоқ, оны әулетке қосқан жоқ, әр нәрсесін өзінің жасалатын жолдары бар. Сол ауыртпашылық, сол қарызды мен мысалға тірі жан өтеп келе жатырмын. Әбден соған көзім жетті. Сондықтан болашақ ұрпағымыз сондай қарыздар, солай қиын жағдайда тағдырдың тәлкегінде жазмыш ожбысының ішінде жүрмеу үшін үлкен өтініш: алдыртпай, түсік түсірмей баланы жарық дүниеге алып келіңіздер.